Жалғастырамыз. Бүгін Бәйтерек холдингі мен Қазақстанның ипотекалық компаниясы әлеуметтік жалға берілетін тұрғын үй бағдарламасы аясында Астана, Алматы, Көкшетау, Қостанай және Семей қалаларында 1357 жаңа пәтердің кілтін тұрғындарға табыс етті. Бұл елбасының Нұрлы жол болашаққа бастар жол халыққа жолдауында көрсетілген бастамаға сәйкес жүзеге асырылды. Бүгін Астанадағы Сығанақ көшесі бойында орналасқан тұрғын үй кешенінде жалпы көлемі 7,6 мың шаршы метр 86 пәтер пайдалануға берілді. Бағдарламаға сәйкес елордада баспананың бір шаршы метр құны 1110 теңгені құрайды. Пәтерлердің орташа көлемі 68 шаршы метр. Жас отбасы Смайыловтардың шаңырағына анасы шашу шаша келді. Бұған дейін пәтер жалдап келген олар өз баспаналарын 7 жыл күтіпті. Енді олардың 3 бөлмелі өз баспаналары бар. Бүгін біздің отбасымызда үлкен қуаныш. Елбасымызға үлкен рахмет. Нұрлы жол бағдарламасы арқылы пәтер алып жатырмыз. И все не должны быть в списках очередников. Баспанаға ие болған азаматтардың 50% жас отбасылар, қалғаны бюджеттік ұйымдардың, мемлекеттік қызметкерлердің, көпбалалы отбасылар, мүгедек, жетім, ата-анасы қалғандарды тәрбиелеп отырған отбасылар, толық емес отбасылар, оралмандар және әскери қызметкерлер арасында бөлінді. Сондай-ақ бүгін Алматыда да 803 пәтер өз иелеріне табысталды. Олардың 95-і Түрксіб, ал 708-і Қарасай ауданындағы Асыл Арман тұрғын үй кешеніне тиесілі. Үйдің жалпы ауданы 43.500, пәтердің орташа көлемі 50 шаршы метр. Биылғы 15 жылы 480 мың шаршы метр тұрғын үй салуды көздеп отырмыз. Наурыз айында елбасымыздың тапсырмасы бойынша 1357 пәтер қосуды жоспарлап отырмыз. Бүгін міне 3 бөлмелі пәтер алып, қуанышымызда шек жоқ. Көптен күткен арманымызға жеттік деп ойлаймын. Бұдан өзге бүгін Қостанайдағы Арман тұрғын үй кешенінде де жалпы көлемі 749 шаршы метр 11 пәтердің кілті баспанаға мұқтаж жандарға тапсырылды. Ғимараттың сапасында сын жоқ, кең, жарық, жылы. Сонымен қатар бүгін Көкшетау қаласындағы Жансая тұрғын үй кешенінде де 337 пәтер пайдалануға берілді. Ал Семейде 120 отбасы қоныс тойын тойлап жатыр. Жандос Жұмабек, Ержан Қанапияұлы, Астана.